Келе жатқан 2026 жылда проблема аз емес. Инфляция түскен еді 8%-ға дейін, қазір 12-13%-ға қайта көтерілді. НДС бізде 12% еді, 16%-ға дейін көтерілді және НДС-ті төлейтіндердің саны артып жатыр. Соның кесірінен талай бизнестар 26 жылы жабылады деп күтілуде, біразы қазірдің өзінде жабылып жатыр. Үйлердің бағалары тоқтамай қымбаттап жатыр. Алматы мен Астанадағы үйлердің бағалары жылдық жалақының 10 есе көбінде жетіп қалып жатыр. Яғни Қазақстанда экономикалық проблема жетеді. Онымен қатар үйдің бағасы 2026-да қымбаттайды деген қауесетпен қазірдің өзінде өте қатты қымбаттап жатыр. Сол уақытта ақша табу, сол уақытта капитал жасау, сол уақытта үлкен армандарды орындау, қаржылық еркіндікке жету барған сайын қиындап бара жатыр. Сол үшін әдетте жұмыс жасап келе жатқан біздің инструменттеріміз 25-те жұмыс жасаған, 24-те жұмыс жасаған инструменттер қазір жұмыс жасамайды, 26-да жұмыс жасамайды. Сондықтан біз жаңа дүниені үйренуіміз керек. 2025 жылдың басында мен 2025 жылы көп ақша табу үшін үйренуіміз керек 5 түрлі сала деп, 5 түрлі дүние деп видео түсіргем. Ол 25 мың қаралым жинады және сол жердегі дүниелердің көбісі орындалды. Қандай дүниені үйренуіміз керек, қандай қабілетті үйренуіміз керек, сол дүниелер қазір 2025-те жақсы ақша табуға біраз адамға көмектесті. Тіпті алтынның бағасы да, мен сол кезде алтын алып, алтын жинау керек деп айтқам, сол кезде алтынның бағасы 30 мың болған, қазір 71 мың теңге болды. Яғни біраз дүние орындалды. 26 жылға арналған дәл сондай видеоны мен қазір сіздерге ұсынбақ ниеттемін. Сондықтан бұл видеоны мұқият көріңіздер. Әрбір пунктті мұқият, асықпай, бірнеше қайталап көрсеңіздер де болады. Бірақ әрине алдымен еш жерде тоқтатпай, пауза жасамай, аяғына дейін бір көріп алғандарыңыз дұрыс. 2026 жылы көп ақша табу үшін бизнес жасау, немесе қолымызда миллиондарды ұстап инвестиция жасау, немесе ешкім білмейтін қабілетті үйрену міндетті емес. Көп адам байқамай жүрген, бірақ көз алдымызда тұрған 5 түрлі сала бар. Сол саланы толықтай меңгеруіміз керек. Ол саланы біз қандай жұмыс жасасақ та, қазір мамандығымыз инженер, мұғалім, құрылысшы, таксист, кім болсақ та, осы бір 5 түрлі саланы үйреніп алуымыз керек. Және ең маңызды саласын ең соңына қалдырам, яғни оны 90% адамдар ең соңына дейін жетпейді. Әдетте көрген адамдар осы бір дүниеден өзіне пайдалы дүние алады. Хорошо, бастайық. Ең біріншіден сату қабілеті. 2026 жылдары бизнестарға ең қиын кезең басталып жатыр. Себебі салықтың әсерінен, ал бұл салық тек қана бизнестің өзінің салық төлеуіне ғана әсер етпейді, оның сатып алатын дүниесі қосымша салықпен келеді, әртүрлі дүниенің қымбатшылығы, маржаның азаюы деген сияқты әртүрлі проблемаларға тап болады. Одан бөлек қазір Instagram, TikTok, Threads сияқты жерлерде адамдар сатуды үйреніп алды. Таргет жасауды үйреніп алды. Таргет жасау оп-оңай, қазір бір кнопкамен таргет жасалады да. Яғни осы дүниелердің барлығын адамдар үйреніп алғандықтан кәсіптердің арасында бәсеке күннен күнге артып жатыр. Осы бәсекеде ерекшеленетін адамдар, осы бәсекеде сатуды жақсырақ меңгерген адамдар әдетте ұтып жатады. Бұрындағы сияқты маркетингті жүргізе салып, мыңдаған потенциальный клиенттарды тартып алу қазір оңай емес. Әрбір потенциальный клиентпен жеке терең жұмыс жасау керек. Сондықтан сату қабілетін осы жерде кез келген адам меңгеру керек. Себебі сіздің бизнесіңіз болса да, бизнесіңіз болмаса да өзіңізді сату керек, басқа дүниелерге қызметтерді сатып үйрену керек. Сондықтан сату өнерін міндетті түрде меңгеру керек. Және бұл жерде ескеретін мынандай формула бар. Көп назар ол үлкен қаралым тең үлкен табыс. Яғни біз неғұрлым көп адамның назарын өзіміздің қызметке немесе өзіміздің кәсіпке тартатын болсақ, онда соғұрлым көп қаралым жинаймыз, соғұрлым көп табыс жинаймыз. Көп қаралым, көп табыс деген формуламен жұмыс жасауға болады. Бұл жерде әртүрлі инструменттерді үйренуіміз керек. Қазір мысалы дамып жатқан Threads. Instagramда адамдар контентті қалай түсіру керек екенін біледі, стористі қалай жүргізу керек екенін біледі. TikTok'та тікелей эфирға кіріп сатуды уже үлкен кісілердің де барлығы меңгеріп алған, бірақ Threads'та көбісі білмейді. Себебі Threads'та біз үйренген видеомен немесе ойымызға келген дүниені айтып сататын, асықпай отырып сататын дүние емес, қысқа ғана текст, сол қысқа текстпен лаконично сату. Соны көпшілік адамға көрсету, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Сізде қазір как раз соны үйреніп алуға мүмкіндік бар. Сол қабілетті үйренсеңіздер, басқалардан бір қадам алда боласыздар. Әртүрлі инструменттер бар. Мысалы, тіпті
тіпті TikTok-тың ішінде де басқа конкуренция көп болған күннің өзінде біз ерекшеленіп сол жерде өзімізді жаңа қырымыздан көрсете аламыз. Мысалы, егер де бақылайым десеңіздер, TikTok-тан бақылайым десеңіздер, Донорна Сатпаева деген бар ғой, соның TikTok видеоларын қараңыздар, әртүрлі креативпен жасалғанда, осындай дүниелерден өздеріңізге насмотренность жинаңыздар, сату өнерін үйреніңіздер. Бұл әрине тек қана назарды ұстау, ал алдымызға келген клиентқа мысалы оның возражениесі болады, оны айналып өту, немесе сату кезінде біздің негізгі ниетіміз пайда тауып қалу емес, адамға көмектесу болса, біз жақсырақ сататынымызды ескеру, ниетімізді түзеу деген сияқты әртүрлі моменттерді үйреніңіздер. Мүмкін үйрететін мамандардың курсын оқыңыздар, немесе өздеріңіз интернеттен үйреніңіздер, кітап оқыңыздар, бірақ сату өнерін міндетті түрде меңгеру керек. Оны білмейтін адам 2026 жылы менің ойымша жақсы ақша табу өте қиын болады. Екінші біздің экономикалық себепке негізделеді. Екіншіден облигация. Яғни қазір базалық пайыздық мөлшерлеме өте жоғары. Ол не? Ұлттық банктың екінші деңгейлі банктерге ақша беретін базалық пайыздық мөлшерлемесі, яғни олар да кредит береді. Соның қайтарымы әдетте қазір 18% болып тұр. Ол өте жоғары. Бірақ оның бір жаман жері, адамдар азырақ кредит алады. Жақсы жері, депозиттердің қайтарымы жоғары. Мысалы, депозиттер 20%-ға дейін қайтарым беріп жатыр. Әрине, ұзақ уақыттық жоспарлау қиын 20%-ды, ал егер біз 3 жыл бойы 20% қайтарым алғымыз келсе, немесе 5 жыл бойы 20% қайтарым, тіпті 23% қайтарымды 4 жыл, 5 жыл алғымыз келсе, онда облигация деген дүниеге қарауымыз керек. Себебі депозит әдетте 20% қайтарым берсе, олар 6 айға, максимум 1 жылға 20% 1 жыл деген жоқ, солай береді. Неге? Себебі келесі жылы инфляция түсе бастаса, базалық пайыздық мөлшерлеме төмендеуі мүмкін. Сол кезде депозиттің қайтарымдары төмендеп кетуі мүмкін. Әрине, ол жоғарылауы да мүмкін. Бірақ мысалы 18%, 16%, 15% болып кетуі мүмкін. Сол кезде, егер де біз жақсы облигацияларды тауып, жақсы 21-23% қайтарыммен ұстап алсақ, онда біз алдағы 3 жыл, 4 жылда міндетті түрде мыналардан осынша 23-24% қайтарым алатынымызға сенімді бола аламыз. Сондықтан жоғары базалық пайыздық мөлшерлеменің әлемінде өмір сүргендіктен, осы кезде облигация деген инструментті қолданбаған адам менің ойымша біраз дүниені жоғалтып жатыр. Облигацияның түрлері өте көп. Мысалы, әртүрлі компаниялар бар. Құрылыс компаниялары қазір облигация шығарып жатыр. Менің ойымша, келесі жылы құрылыс компаниялар айтып жатыр, үйлерге сұраныс көп, бағалар қымбаттайды деп. Менің ойымша құрылыс компаниялар, ол менің жеке пікірім, құрылыс компаниялар кішкене бухлевать етіп жатыр. Себебі оларда ақша соғұрлым көп болса, олар аты жөні жоқ, ессіз облигация көп шығармайтын еді. Қазір мысалы BI Group облигация шығарып жатыр, бұйырса Сенсата облигация шығарып жатыр. Яғни бұл құрылыс компаниялары 21%-ға дейін қайтарым береді. Одан бөлек банктер көп облигация шығарады. Тіпті Freedom өзінің телекомына облигациялар шығарады, доллармен 10%-ға дейін облигация береді. Микроқаржылық ұйымдар, біреуге қарызға ақша беретін ұйымдар өздері 20-23%-ға дейін, 24%-ға дейін қайтарымдар береді, және ол қайтарымдарын ай сайын төлейді. Негізі исламдық облигациялар бар, мысалы Сукук деген 2026 жылы шығып жатыр, дәл сол облигацияның қайтарымы сияқты 20-25% береді. Сондықтан сіз діни көзқарасыңызбен инструменттерді таңдасаңыз да, немесе діни емес тек қана экономикалық көзқараспен инструментті таңдасаңыз да, міндетті түрде облигация деген дүниені үйрену керек, облигацияға назар аудару керек. Үшіншісі, ол әрине акция. Акция әрдайым актуальды болады. Акциялар ең жоғарғы бағасында тұрса да, акциялар ең төменгі бағасында тұрса да, ол актуальны болады. Неге? Біріншіден, 2022 жылды еске алсақ, акциялар өте қатты құлаған, нарықтар, қор нарығы өте қатты құлаған. Сол құлаған уақытта да көтеріліп жатқан акциялар болды. Бұл бір. Екіншіден, құлағаннан кейін, қазір 25 жыл, 3 жылдың ішінде 200%-ке көтеріліп кеткен акциялар бар да, 100%-ке көтеріліп кеткен акциялар бар. Яғни акциялар өте үлкен табыс берген. 2026 жылы Қазақстанда инвесторлардың саны уақыт өткен сайын көбейеді. Кім осы акция, облигация дегенді үйреніп алмайды, уже олар акция, облигацияны үйренгендер бір қадам алда емес, үйренбегендердің барлығы уже көпшіліктен артта қалып жатады. Себебі көпшілік қазір акция деген не екенін біледі. Көпшілік облигация деген не екенін біледі, соны үйреніп жатыр, соны сатып алып жатыр. Ал инструменттер өте көп. Мысалы, кейбір Freedom деген брокерлар, немесе Пайдакс сияқты брокерларда акцияның 100-ден 1 бөлігін сатып алуға мүмкіндік бар. Тіпті оның өзі салықтан босатылатын инструменттер бар. Мысалы, Nvidia-ның акциясы қазір $170 тұрса, оны $17 ала алады да. Tesla-ның акциясы қанша? $450 тұрса, оны
$4-5 сатып алуға мүмкіндіктер бар. Яғни біз аз ақшамен де акцияға кіре аламыз, көп ақшамен де акцияға кіре аламыз. Сондықтан бұл саланы үйрену өте маңызды. Сіз қандай жұмыс жасасаңыз да ай сайын табатын ақшаңыздың 10%-ін жинауыңыз керек. Басында доллармен жинайсыз, бір бөлігін сосын облигациямен жинайсыз, бір бөлігін акциямен жинайсыз. Жалпы қаржылық жоспарды орындауға осындай ликвидті капитал жинау өте маңызды. Осы моментті үйрену керек. Төртінші пункт ол қызмет сату. Қандай қызметті сату керек дейсіздер? Қызмет жылдан жылға ауыса береді, бірақ егер де сіз белгілі бір саланың ешқандай, мысалы, қазір анандай адамдар көп қой, өткенде бір телевизордан көріп жатырмын, бір кісі 12 миллион теңгені курсқа жұмсадым, 100 шақты курс оқыдым деп телевизорға шығып жатыр екен де, ешқайсына пайда таппадым деп. Конечно, сен пайда таппайсың, егер де соңғы 5 жылда 100 курс оқысаң. 100 курс оқыған адам қалай пайда табады? Бір курсты оқиды, одан секретте басқа курсты оқиды, секретте басқа курсты оқиды. Ондай болмау керек. Бір саланы таңдаймыз, сол салаға тереңірек үңілеміз. Сол сала бойынша біреуден курс оқимыз, одан тәжірибе жасаймыз, стажировка өтеміз, білмеймін, біреуге тегін қызмет көрсетеміз, жетпей жатқан білім болса тағы да мықтырақ адамнан курс өтеміз, немесе курс өтпеймін десеңіздер интернеттен іздейміз. Әйтеуір тек қана бір саланың айналасында даму керек. 2 ай бір сала, одан түк шықпады деп 4 ай, екінші сала, одан түк шықпады деп жарты жыл, үшінші сала, ондай болмайды. Бір саланың айналасында қызмет ету керек, және сол моментте өзіміздің қызметімізді сатсақ, біз неғұрлым бір салада көбірек уақыт жұмсаймыз, соғұрлым тәжірибелі боламыз. Ал тәжірибелі адамның бағасы, тәжірибесі жоқ адамның бағасынан жоғары болады. Сондықтан осындай моменттерді үйрену керек. Қандай салаға терең үңілуге болады? Ең біріншіден 2026 жылы ең актуальный адамдар олар салық және бухгалтерия мамандары болатын сияқты. Себебі біздің инфополяда, Қазақстанның инфополясында салық өте маңызды болады. Көптеген компаниялар салықтың режимдарын ауыстырады. Мысалы, разрешительный окет деген болады, немесе рұқсат етілген окет, тыйым салынған океттар. Мысалы, сондайлар болады. Олардың бір упрощенкаға кіре алатын, упрощенкаға кірмейтін, НДС төлейтін, НДС төлемейтін, НДС-тің вычеты, НДС-ің зачет. Әртүрлі дүниелер бар. Мысалы, общий установленный режимға өтуіміз керек па, керек емес па? ТО-мен жұмыс жасайтын болсақ не істейміз? Біздің закупымыз, оның барлығына салық агенттері, бухгалтерлар өте маңызды болады. Сондықтан осы қызметті сату, егер де біз качественный болсақ, осы қызметті жақсы бағаға сату, осы салада агентстволар ашуға мүмкіндіктер 2026 жылы көп болады. Сондықтан осы салаға назар аударуымыз керек деп ойлаймын. Және осыған ұқсас сала ол юриспруденция, яғни юридический қызметтерді, юристердің қызметтері менің ойымша өте маңызды болады. Себебі неғұрлым бизнестер көбейген сайын оның ортасында келісімдер көбейеді. Неғұрлым бәсеке көбейген сайын ол заңды білместікпен әкімшілік бұзушылықтар бар, немесе ортақ келісімдер бар, немесе біздің брендті тіркеу бар. Әртүрлі салада юристердің қызметтері өте көп қажет болады. Менің жеке басым 2025 жылы мысалы юристерге көп жүгіндім, сондықтан 26 жылы одан да көп жүгінетін сияқтымын. Осы моментте қызмет өте маңызды болады деп ойлаймын. Әрине, сіздер енді юриспруденцияны 1-2 айда үйреніп алмайсыздар. Ол белгілі бір 4 жыл, 5 жыл оқу керек. Бірақ араларыңыз юристер болса, өздеріңіздің қазір жеке брендтарыңызбен жұмыс жасауға, осы салада тереңірек үңілуге өте маңызды момент деп ойлаймын. Және көпшілігіміз үйрене алатын ол UGS блогер деп аталады. Әдетте көптеген бизнестер қазір бұрынғыдай миллионниктармен жұмыс жасайды, бірақ миллионниктармен жұмыс жасау қазір қымбат. Неге? Себебі миллионниктардың көбісі үйде отырып, просто контентін түсіріп миллион болып кеткендер қазір аз да, уже бұрыннан бері миллион подписчигі бар, миллион оқырмандары бар. Олар уже ақша табуды үйреніп қалды, жақсы ақшаның дәмін көріп қалды. Яғни бір айталық бір 500 мың теңгеге саған рилсыңды түсіріп бермейді. 500 мың теңгеге сторисін салып бермейді. Олар 500 мыңға салатындар бар, бірақ там рилстарын түсіріп бермейді. Мықты контентқа вкладываться ету үшін олар да біледі. Качественный контент жасау үшін олар да біраз ақша шығарады, біраз адамдарды алады, сценаристері бар, өздерінің де камералары бар, операторлары бар, монтажерлары бар. Әйтеуір үлкен жұмыс блогерлардікі. Ол үшін олар көп ақша талап етеді, сондықтан миллионниктармен жұмыс жасау көптеген бизнестерге қиын. Бірақ UGS блогерлар бар. Олар әдетте 5 мың, 8 мың, 12 мың, сондай 4 мың оқырмандары бар мини-блогерлар деп аталады. Бірақ UGS блогерлардың үлкен блогерлардан айырмашылығы, олар әрдайым бизнесқа барса, қолданушының позициясынан, клиенттің позициясынан баға бере алады. Яғни, ондай 4 мың, 5 мың подписчигі бар адамдар
Олар келіп, міне мен мына жердің клиентімін, осы жерді қолданам деп өзінің жеке опытын, жеке тәжірибесін бөлісе алады да. Әдетте UGS блогерлар аутентичный дейді ғой. 2026 жыл мен ойымша аутентичность сол үшін әлі де маңызды болады. Аутентичность деген ол шынайылық, өзінің шынайы сезімдерін көрсету, өзінің шынайы киімдерін көрсету, шынайы өмірін көрсету, және шынайы өзінің бір дүкенге барған кездегі, бір тауарды қолданған кездегі шынайы тәжірибесін көрсету. UGS блогерлар сондықтан осы салаларда көп болады деп ойлаймын. Егер де араларыңызда UGS блогерлар болса, ақырындап өздеріңіздің аутентичностьтарыңызды қараңыздар. Әртүрлі дүкендерге өздеріңіздің қызметтеріңізді сатуға мүмкіндіктеріңіз бар. Менің ойымша тағы да бірнеше бағыттар бар. Спорт бағыты, мысалы, қазір анандай, мен енді адамдарды бөлгенді жек көремін да. Зумер, миллениал, бір бәле деп. Бірақ көпшілікке түсінікті болу үшін айтайын, миллениалдар қазір ақшалары көп, уже барған сайын миллениалдар дейтін, енді біраз тәжірибе жинады, ақшалары көп, бірақ 2000 жылдардың басында денсаулық деген көп тренд болмады да. Қазір 30-дан, мысалы мен да 30-дан асып жатырмыз, 35-ке келіп жатырмыз, денсаулықтың қаншалықты маңызды, спорттың қаншалықты маңызды екенін түсініп жатырмыз. Бізде ақша бар. Енді осы спорт саласында бізге көп көмек қажет. Мысалы тренерлар, мысалы инструкторлар, мысалы бізбен бірге спортпен айналысатындар, бізбен бірге фитнес әртүрлі да. Осы салада менің ойымша Қазақстанда қазір өте жақсы буст болады деп ойлаймын. 2026 жылы спорт саласында егер де сіздің эксперттілігіңіз бар болса, сол бойынша өздеріңіздің қызметтеріңізді сала аласыз деп ойлаймын. Әрине, қазір актуалкаларда міндетті түрде 2026-та сақталатын сияқты жасанды интеллект бойынша контент жасау, немесе жасанды интеллект бойынша қызметтер көрсету, жасанды интеллект бойынша курстар жасау, жасанды интеллектті үйрету әртүрлі. Және соңғысы ол осы жасанды интеллектті қолданып немесе қолданбай бизнестарға мини-боттар жасау да. Мысалы, көптеген кішігірім дүкендер бар, оларға мысалы көп контентін жасайды, жаңағындай контенттен бір уақытта, контент деген анандай жұмыс жасайды да, саған күнделікті 15 адам келіп отырмайды, мынау барма деп. Әдетте былай болады, видеоң атпай ешкім көрмей келеді да, бір күні 100 адам жазып кетуі мүмкін. Сол кезде соны автоматизация жасау, боттарды жасау, соларға дұрыс қызмет көрсету менің ойымша өте маңызды болады, осы салада дамуға болады. 4-ші пунктім өте ұзақ болды, ал енді 5-ші пункт. 5-ші пункт осы жинаған дүниелердің барлығын қорытындылап, сізге тауып жатқан ақшаңыздың барлығын дұрыс сақтап қалуға көмектеседі. Дұрыс сақтауға көмектесетін акция мен облигация бар. Бірақ егер де сіз жаңадан бастап жатсаңыз, акция облигациядан бұрын ең алдымен назар аудару керек дүние ол ETF деп аталады. Exchange Traded Fund. Ол не? 5-ші пункт ETF дейміз. Ол сіздің қолыңызда бар аз ақшаның өзіне көп акция сатып алуға мүмкіндік беретін инструмент. Мысалы, $100 болса, сіз оған 500 акцияны бірден сатып ала аласыз. $150 100 акция сатып аласыз. Тіпті $50 1000 акция сатып алуға мүмкіндік беретін инструменттер бар. Мысалы, 2025 жыл осы ETF-тардың бағасы қатты өсті да. Дәл акциялар сияқты 22 жылмен салыстырғанда 100-200%-ке өсіп кетті. Әдетте қазір 2025-те өзін жақсы көрсеткен инструменттер бар. Мысалы, уран саласына инвестиция өте жақсы болды. Бір салаға ғана инвестицияны, бір салада жұмыс жасайтын барлық компанияға инвестиция жасауға мүмкіндік беретін осындай қорлар, ETF-тар бар. Олар мысалы Ура деген қор бар, атауы Ура. Немесе 500 акцияны сатып алуға мүмкіндік беретін SPYM, 100 акцияны сатып алуға мүмкіндік беретін TQQQ. Егер ақшаңыз көбірек және ақшаңыз көбірек болса, бірақ рискін азырақ болғанын қаласаңыз, SPY, VOO, QQQ деген сияқты осындай, немесе VTI деген сияқты әртүрлі инструменттерге инвестиция жасауларыңызға болады. Бұл ETF әдетте сіздің ақшаңызды бір ғана жерде сақтамай диверсификация жасауға мүмкіндік береді. Және ең басты дүние 26 жылы егер де бізде көп ақша болғанын қаласақ, онда бізде көп ақша болу керек. Қызық сөз естіледі да, болғанын қаласақ болу керек деген. Бірақ әдетте көп адам ойлайды, менде көп ақша болу үшін көп ақша табуым керек деп. Ол жеткіліксіз. Көп ақша табу керек я. Бірақ тапқан ақшаны далаға шашып тастамай, өзімізге парковать етіп дейді ғой, өзіміздің үйімізге сақтап қоюымыз керек. Бірақ ол сақталып, көгеріп, пісіп жатқаннан гөрі, ол осындай ETF, акция, облигация арқылы жұмыс жасап, өзінен өзі көбейіп, қосымша пассив кіріс алып келіп тұру керек. Сол кезде біз жақсы нәтиже көрсете аламыз. Қорытындылай келсек, 2026 жылы ережелер 2025 жылмен салыстырғанда кішкене өзгеше болады. Кейбір салаларда өте өзгеше болады. Бірақ ол ережелердің барлығы
біз меңгере алмайтын ережелер емес. Ол ереженің барлығында да сіз бен біз сияқты адамдар сол ережені қолданып жұмыс жасайды. Тек айырмашылық, кім ережені жылдамырақ үйренеді, кім жақсырақ бейімделеді, сол әдетте жақсырақ нәтиже көрсетеді. Менің ойымша 2025 жылмен салыстырғанда 2026 жылдың өзінің сюрприздары болады, өзінің жұлдыздары болады, өзінің инфоповодтары болады, бірақ 2025 сияқты 2026 жылда да фундаментал қабілетті меңгерген адамдар, табысы 25-тен көбірек болуы мүмкін, табысы 25-тен азырақ болуы мүмкін, бірақ ақшаны жинау, капиталды өсіру, өзінің қабілетін сату деген сияқты дүниені, фундаментал дүниелерді меңгерген адамдар қандай ереже өзгерсе де өзінің белгілі бір базовый минимум дейді ғой, планкасын сақтап тұрады деп ойлаймын. Сондықтан сіздің ойыңызша мына пункттардың барлығының ішінде мен айтқан 5 пункттың ішінде ең маңызды пункттар қандай? Комментарийға жазыңыздар. Және әрине мен де сіз сияқты адаммын. Бұл жерде мен дейтін анандай ешкім білмейтін ақпаратты айтып жатқан жоқпын. Менің жеке көзқарасымды айтып жатырмын. Өзімнің тәжірибемді айтып жатырмын да. Бұл менің жаңағы UGC блогерлар сияқты аутентичностьтім ғой. Өзімнің ойымды айтып жатырмын. Мен әрине қателесуім мүмкін. Немесе қателеспеуім де мүмкін. Сондықтан менің ұмытып кеткен моментттерім болуы мүмкін. Сол моменттердің барлығын жиып теріп комментарийға жазыңыздар. Нені ұмытып кеттім, нені қосуға болады, қай жері ұнады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар, бірақ міндетті түрде поделиться деп інілеріңізге, достарыңызға, қарындастарыңызға, көру керек адамдарға жіберіп қойыңыздар. Себебі 2026 жылы дайын болмағаннан жақсырақ. Оған осысымен бәріміз келісетін сияқтымыз.